Hello everyone. Today's lesson about infinitive. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі тақырып бізде infinitive деп аталады. Яғни ағылшын тіліндегі бұл да кішкене confusing тақырыптардың бірі. Яғни кішкене миды қатыратын тақырыптардың бірі болып табылады. Жалпы infinitive дегеніміз не? Infinitive дегеніміз бұл бізде қазақ тілінде көбіне кездеспейді. Яғни қазақ тілінде жоқ тақырып. Infinitive дегеніміз жалпы infinitive is the base form of the verb, usually with to, and it is used to talk about action in a general way. Жалпы infinitive бұл бізде бастапқы етістіктің формасы болып табылады. Көбінесе ол to prepositionмен бірге қолданылады. Және де көбіне іс-әрекеттерді жалпы жолмен айтқан кезде қолданады екенбіз. Формасы to plus verb, яғни base verb болып табылады. Мысалға to go, to eat, to study, and etc. Examples: I want to learn English. She decided to travel abroad. It's important to be honest. Okay. Келесі, жалпы the infinitive with to. Жалпы infinitive бізде with to және without to деп екі түрге бөлінеді. Ең біріншісі бізде with to мен түсіндіре кететін болсам, to express a reason or purpose. Ең бірінші бізде яғни reason бізде ол бізде себептерін білдірсе және де мақсатын білдірген кезде қолданылады екенбіз. Мысалға Айша бұл жерде не үшін және де неге деген сұрақтарға жауап береді infinitive. Айша does exercise to have more energy. Айша жаттығу жасайды неге? Энергиясы көп болу үшін. I wake up early to exercise. I wake up early, мен ерте тұрдым неге? Өйткені жаттығу жасау үшін. I study English to improve my skills. Мен ағылшын оқимын неге? Мен өз скиллымды дамыту үшін. Деген секілді үшін және де жаңағыдай неге деген сұрақтарға жауап береді. Келесі after adjectives. Яғни after adjectives дегеніміз сын есім, adjective дегеніміз бізде сын есім. Сын есімдерден кейін to plus verb infinitive-ді яғни қолданады екенбіз. Мысалға happy to meet you. Яғни өздеріңіз білетіндей, егерде сіздер біреумен танысқан кезде сіздерге бір-бірлеріңізге happy to meet you, happy to see you деген секілді, сен көргеніңе қуаныштымын деген секілді сөздер айтасыздар. Осы кездерде осы форманы қолданады екенбіз. Happy бізде adjective болып тұрады және де одан кейін to preposition, одан кейін meet қолданылады екен. It's awful to watch horror movies дейді. Мысалға awful бізде adjective, одан кейін to plus verb base form келіп тұр. Happy to hear that деген секілді adjective'дан кейін де қолданады екенбіз. Егерде шатастырып берсеңіздер, happy meeting you деген сияқты шатастырып берсеңіздер, ол қате. Яғни шатастырмаңыздар. Одан кейін happy'дан кейін adjective'дан кейін біздер infinitive-ді қолданады екенбіз. Келесі your feeling, яғни сенің көңіл күйіңе байланысты айтылған кезде. Мысалға want to, would like to, яғни want to дегеніміз сен қалауыңды айтқан кезде, өзің қалауың сен не қалап тұрсың, соны айтқан кезде. I want to swim дейді. Мен жүзгенді қалап тұрмын деген секілді. Егерде сендер кафеге барған кезде want to деп қолданбаңдар көбіне. Want to, яғни шетелге шыққан кезде want деген кішкене дөрекі естіледі. Саған сен біреуге бұйырып тұрған секілді жолмен естіледі екен. Ал would like to деп айтсаңдар, кішкене болсын да вежливо естіледі, яғни сыпайы түрде естіледі екен. Сондықтан кішкене ұмытпаңыздар. Шетелде жалпы жүрген кезде would like to-ды қолданғандарыңыз дұрыс. Не қалап тұрғандарыңыз? Мысалы, I would like to drink coffee, I would like to eat pasta деген секілді. Солай айтқандарыңыз дұрыс. Келесі after some verbs, яғни біраз етістіктерден кейін біз infinitive-ді қолданады екенбіз. Кішкене тоқталып өтеміз оған. Ең бірінші қалау, жоспар, шешім білдіретін етістіктер. Ол ішінде бізде want, decide, plan, hope, agree, refuse. Мысалға want to go, decide to study, plan to travel,
hope to see, agree to help, refuse to answer деген секілді. Мысалға айта кетсек, I want to learn English. Want дегенде осы қалау, жоспар, шешім деген етістіктерден кейін қолданады екен. Келесі бізде уәде, ниет білдіретін етістіктерден кейін. Мысалға promise, I promise to call деген секілді. To call you, мен саған хабарласамын деп уәде беремін деген секілді. Offer to help, I offer to help you деген секілді. Мен саған көмектесуге ниет білдіріп тұрмын деген сияқты. Choose, таңдау, choose to stay, accept пағас деген секілді. She promised to come дейді. Ол оған келуіне уәде берді деген секілді. Келесі, мысалға ойлау, үйрену, тырысу мағынасындағы етістіктер. Мысалға try, тырысу деген мағынаны білдіреді. Try to understand, I try to understand. Мен түсінуге тырыстым деген сияқты. Learn, үйрену, I learned to drive, мен айдауға үйрендім деген сияқты. Forget, I forget to log, мен құлттауды ұмыттым. Яғни бұл жерде үйрену, ойлану, ұмыту деген жерлерде есіме түсірдім деген секілді. Don't forget to do your homework, сен үй жұмысын ұмытпа деген секілді кездерде біз инфинитивті қолданады екенбіз. Келесі verb, person plus infinitive with to, VOV, яғни бұл бізде object деген кезде қолданылады. Objectivті, яғни I want to do this home. Want бізде verb, you person, to do бізде infinitive with to болып табылады. Енді мына жерде teacher бізде told бізде verb, him person, not to run бізде infinitive with to болып табылады екен. Келесі infinitive to enough конструкциясы. Формуласы to plus adjective plus to verb. Яғни to verb дегеніміз to base form деген ғой. Adjective plus enough plus to verb. Examples, he is too young to drive. Ол машинадауға тым жас. She is old enough to understand. Ол түсінуге толықтай жасы жетеді деген секілді келеді. Бұл жерде кішкене ұмытпай болуыңыз керек. To-дан кейін біз adjective қолдансақ, ал enough болған кезде adjective бірінші келеді, одан кейін барып enough қолданамыз. Мына жерде қараңыздар, he is too young, ал мына жерде she is old enough болып тұр. Жаттастырмағандарыңыз үшін. Келесі infinitive сұрақтарда және нұсқауда қолданылады. Examples, what to do next? Біз келесі не істейміз? What to do next? Бұл жерде сұрап тұр, сіздерден. Келесі не істейміз? Мысалға, мамандық жайлы сұраған кезде ағылшындар көбіне what to do деп сұрайды. Яғни сен не жұмыс жасайсың дегенге келеді. I want to know where to go. Мен қай жерге келгенімді білмеймін. Қай жерге баратынымды білмеймін дегендерде қолданылады. Infinitive without to, яғни infinitive жаңа айтып кеткенде with to және without to деп екі түрлі топқа бөлінеді. Енді without to-ға келетін болсақ, ең бірінші after modals and auxiliary verbs, we must eat really fast to be on time for the test. Яғни бұл жерде modal verbтар жалпы төрт түрлі түрін айта аламыз. Бұл жерде can, could, must, should деген секілді. We must eat. Must eat дегеніміз, яғни must-тан кейін біз base verbті қолданып тұрық. We must eat really fast. Яғни сен тым тез жеуің керек, өйткені сен тесттен кешігесің деген сияқты. Уақытында баруың керек, уақытында болуың керек деген сияқты. After make and let-тен кейінде. Мысалға, my brother didn't let me go out last night. Яғни менің ағам, менің ағам маған кешке шығуға рұқсат бермеді дегенде. Live, hear, watch. Яғни бізде көру, есту, қарау деген сияқты сезім мүшелеріне қатысты етістіктерді қолданған кезде біз without to мен қолданады екенбіз инфинитивті. I saw him leave. Мен оның кетіп бара жатқанын көрдім.
яғни so'дан кейін біз leave-ті қолданып тұрық, without to. Келесі, we heard her song. Біз оның музыкасын, оның ән айтқанын естідік. We heard her sing. Секілді. Heard'дан кейін біз without to infinitive-ті қолдандық. Let's practice. Ең бірінші, I want, жаңа айтып кеткеніміздей, қалау етістіктерінен кейін біз infinitive-ті қолданып кетеміз. With to мен қолданамыз. I want to learn English. She decided, шешім қабылдау дегендерден кейін, she decided to go abroad. We hope to see you soon. He can help. Модальный етістіктерден кейін біз without to-ді қолданады екенбіз. He can help me. Don't forget, яғни ұмытпау дегендерді қолданған кезде біз don't forget to call your friend деген секілді айтады екенбіз. Және де сіздер өздеріңіз кішкене практика жасау мақсатында тағы да сөйлемдерді алып, өздеріңіз тест тапсырып, солай көрсеңіздер болады. Сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Окей, thank you, goodbye.